Сәлем. Келіншегім екеуміз Қытайға аттандық. Бұл медовый месяц емес. Нихао. Ты не за моя. Забыла, Жан, забыла. Пуцо. Не шилайзы, Казахстанда мои не шила. Что это здесь, короче? Қызығы, ол жерде 4 деген цифраны жақсы көрмейді. Неге десеңіздер, 4 деген цифра С деп оқылады. С деген тағы да өл деген мағынаны білдіреді. Сондықтан 4-ші этаж пустой. Басқа номерлар барлығы бос емес, басқа этаждар бос емес. Біз сол С деген 4-ші этажда бүгін түнедік. Оны Индира енді біліп жатыр. Кейбір Қытайдың үйлерінде 4-ші этаж болмайды. Көптеген адам Қытайға келіп, Қытайдың тамағын жей алмайды негізінде. Бірақ келіншегім жатырқамайды екен тамақтан. Бергенде жеп, үші өзі солақай негізі. Қалай оң қолмен жеп жатсың сен қазір? Солақай. Жаңағыдан сол қолмен жеп отырмын. А фруктыны оң қолмен жейсің ба сонда? Жоқ, любой надо ставить. Бәрін оң қолмен. Жаңағыдан сол қолмен жеп отырмын палочка. Енді мына қолмен ұстай алмаймын. А, палочканы ұстай алмайсың ғой. Айғайлама? Айғайлама деймін саған. Ұрысқың кеп тұрмаса? Қалдырып кетемін мен қазір Қытайда сені. Алып сауға болады төбесін. Барлығы дөмелі. Әлем келе? Новинка екен. Қалай? Қанша тұрады екен? Тыдымай. Сыбай ба. Здесь чемодан осындай. Очень удобный. Және мына жағында су салатын орын. Қызық е? Қытайға біз не үшін келдік? Басты мақсат ол товар, ниша қарау және аудиториямен таныстыру. Ал Қытайдың әрбір қаласында қазір бір күннен болып жатырмыз. Ол жерде қандай фабрикалар бар, поставщиктер және каргомен договорға отырып, қазір біз бір команда құрып жатырмыз. Одан кейін бірінші проектті бастаймыз. Екінші проект осы қалаларда қандай фабрика производстволар барын анықтап, жаңа жылға дейін 10-15 адамнан тұратын өзінің авторлық турында бастаймын. Яғни ол сол кісілерді алып келіп Қытаймен таныстыратын боламын. Үшінші проект ол Қытай қаласының арасындағы энергетика саласы бойынша проект дайын тұр. Оны сол уақытта таныстыратын боламын. Пока что осы. Что это? Мен сұлмай қалдым. Индира, сен көрсеші. Что это? Мынау шифудың насуа екен. Бұл короче сухофрукт сияқты. Аузына салып қояды. И сорып отырады да түтіп тастайды екен. Қытайдың насуайында болғасың ба? Ну енді бұл андай сасық емес бір. 贵的100块一包。100块。这个是便宜的，贵的那种。 Мынау арзан екен, 6500 теңге тұрады. Осын сорып сосын түтіп тастайды екен.